Егер сіз порталда тіркелген болсаңыз, кіру батырмасын шертіп, логин және құпия сөзді енгізу арқылы жүйеге кіріңіз. Егер сіз порталда тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын шертіп, телефон нөміріңізді енгізіңіз. Деректер саясатымен танысқаннан кейін, мен пайдаланушылардың деректер саясатымен таныстым және қабылдаймын белгісін шертіңіз. Код жіберу батырмасын басыңыз. Нөміріңізге келген кодты өріске енгізіңіз. Жіберу батырмасын шертіңіз. Бірінші өріске құпия сөзді ойластырып енгізіңіз. Екінші өрісте құпия сөзді қайта енгізіңіз. Сақтау батырмасын шертіңіз. Өтініш берушінің ЖСН енгізіңіз. Бұл ата-анасы немесе заңды өкілі болуы қажет. Жіберу батырмасын шертіңіз. ЖСН енгізілгеннен кейін жүйе өтініш берушінің тіркеу туралы мәліметтерін көрсетеді. Баланы қосу үшін балалар мәзіріне өтіңіз. Баланы қосу батырмасын басып, пайда болған өрісте баланың ЖСН енгізіңіз. ЖСН тексеру батырмасын шертіңіз. Жынысы және ұлты өрісін толтырыңыз. Деректерді тексеріңіз. Егер бәрі дұрыс болса, сақтау батырмасын басыңыз. Өтініш жіберу үшін өтініштер мәзіріне өтіп, өтініш қосу батырмасын басыңыз. Қажетті баланы таңдаңыз. Егер сіз баланы әлі қоспасаңыз, баланы қосу батырмасын шертіңіз. Топ түрін, қалаған оқу тілін таңдаңыз. Облыс, аудан, елді мекенді толтырыңыз. Әлеуметтік мәртебе автоматты түрде толтырылады. Егер сіз кезектен тыс санатқа кірсеңіз, кезектен тыс белгісіне басыңыз. Қажетті санатты таңдап, растайтын құжаттарды жүктеңіз. Мәліметтерді пайдалануға келісімді тексеріңіз және растаңыз. Келесі батырмасын шертіңіз. Қажет құжаттарды жүктеу үшін қосу батырмасын шертіп, қажет құжатты таңдап, жіберу батырмасын шерту қажет. Құттықтаймыз, өтінішіңіз кезекке тіркелді. Өтінішті жою үшін себет белгішесіне басып, жоюды растаңыз. Сіз қол қойылған өтініштерді жоя алмайсыз, өйткені бала контингентке тіркеліп қояды.